Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің есімім Асима. Менің бүгін сіздерге бананның пайдасы мен зияны туралы айтамын. Пайдалы ақпараттарды бірінші болып білгіңіз келсе, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ шығар. Күнделікті болмаса да пайдаланамыз. Бұл жағымды, тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа пайдасы да зор. Енді құрамына, қуатына келейік. 100 грамм жемістің қуаты 90 калорияны құрайды екен. Құрамында 20% углевод, 16% қант, мұнан өзге де С, В6 сияқты дәрумендермен қатар калий, магний, натрий сияқты микроэлементтерге бай. Жеміс-жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер көп. Солардың ішінде бананның 22 түрлі пайдасына тоқталып өтейік. Банан көңіл күйді көтеруге жақсы көмектеседі. Сондықтан бір банан жеп, көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелер де бананды ешқандай гиперсезімталдықсыз, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадағы кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу үшін іш қатудан мықты қорғаныш. Банан адам ағзасындағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатындағы қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратындар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғаған сайын оның жазылуы да жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалыпқа келтіргіш жеміс. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайды. Себебі банан құрамындағы калий бұлшық етке оң әсерін көрсетеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Энергия көзі. Спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алыңыз. Бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин және хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына көмектеседі. Әйелдер үшін банан құрамындағы секротинин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде оның оң симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайырақ өтуіне көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. Анемия. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуы керек бірден бір себеп болып табылады. Жүрек ауруы. Банан құрамында көп калий және қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болуын жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. Иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар және амин қышқылдары ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғанышты қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар. Микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Жүрек айну. Банан жүрек айну және жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейінгі пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде немесе қызба кезінде аса пайдалы. Шылым шегуді қою. Тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы.
көп мөлшердегі дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат қабылдап, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу, емтиханға дайындалу кезінде жақсы көмектеседі. Менің каналымнан банан және басқа да жемістер туралы пайдалы ақпараттар біле аласыздар. Ол үшін лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.